Ерлерге қандай әйелдер ұнайды? Әр ер адамның қалауы әртүрлі, және ер адамдардың махаббаты әйелдердікіне қарағанда басқаша. Ерлердің махаббаты интимдік жақындық, құрметке негізделеді. Көпшілік әйел ер адамның назарын аударту үшін сырт келбет шешуші рөл атқарады деп санайды. Шынымен де, ерлер табиғатында әйелдің сырт келбетіне назар аудару бар. Бірақ ер адамды сұлу сырт келбетпен ұстап қалуы мүмкін емес. Себебі ерлер мән беретін басқа да маңызды нәрселер бар, және солар оның қамқор болуына ықпал етеді. Ер адам бағалайтын әйел бойындағы негізгі қасиеттерді ұсынамын. Тәуелсіз тұлға. Әйел өз көзқарасы мен жоспарында тәуелсіздікті сақтаса, өздігінен шешім қабылдай алса, тұлға болып қалады. Өзін қалай бар, солай көрсетуге қорықпайтын, өз жетістіктерімен мақтанатын әйелдер ерлерді магнит секілді тартады. Оның өз пікірі бар, және оны еркін айта алады. Ол басқалар мен жайлы не ойлайды деп уайымдамайды. Ол ең алдымен өзін және өз сезімдерін құрметтейді. Мұндай әйел өз өмірін жақсы көреді. Парасатты әйел. Парасатты әйелдер шынымен де ерлерге ұнайды. Ақылды әйел әрдайым даму үстінде болады. Ол тоқтаусыз білім алады. Ер адам мұндай әйелмен үнемі қызық болатын. Қызығушылықтары әртүрлі болса да, әңгімелесуге ортақ тақырып табылатынына сенімді болады. Ер адам үшін қарым-қатынаста сүйіктісінің қолдауы, қиын кезде кеңес сұрай алу мүмкіндігінің болуы маңызды. Ер адам ұсақ-түйектерге мән бермейді. Ол әйелді толықтай қабылдайды. Мысалы, дене сымбаттылығы, киімі, шашы, иісі, мінез-құлқы. Қуанышты әйел. Оптимизм адамдарды тартады. Мұндай әйел өз өміріне риза және өз-өзімен келісімде өмір сүреді. Сәйкесінше, бұл басқаларды тәнті етеді. Мұндай адаммен сөйлесу оңай. Ер адамдар әйелдің ішкі жағдайын бірден байқайды. Әр ұсақ-түйекке ашуланатын және шағымдана беретін әйел ер адамға ұнамайды. Әрине, арасында жылап, өз проблемаңды серігіңмен бөлісіп тұру керек. Бірақ егер әйел үнемі қанағатсыз болып жүрсе, ер адам, мен оны бақытты ете алмаймын, проблема менде деп ойлауы мүмкін. Әйел энергиясы. Сөзсіз ер адамға әйелдің сыртқы келбетін және парасаттылығы ұнайды. Бірақ оны тек әйелдің ішкі жағдайы ұстап қала алады. Ер адам әйелдің жанында санасыз түрде оның ішкі күйін сезеді. Олар әйелдік энергиясы бар, өзіне сенімді және өзіне тән харизмасы бар әйелге тартылады. Әйелдің энергиясы еркекті жаңа жетістіктерге жетелейді. Ер адам мұндай әйелмен байланысқан кезде өзін күшті, сенімді, қажет және ержүрек сезінеді. Егер сіздің әйелдігіңіз дамымаған болса, онда еркек жағымсыздық сезеді. Құрметті оқырман, каналыма тіркеліп, ақпарат ұнаған болса лайк басып, комментарийде өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Бұл мен үшін аса маңызды. Отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау болсын. Әрбір отбасыға бақыт, береке тілеймін. Ынтымағы жарасқан мықты отбасы болуды Аллам нәсіп етсін. Ғұмырларыңыз ұзақ болсын. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Өзге де
осындай тақырыптарды, шытырман оқиғаларды, болған оқиғаларды, әсерлі әңгімелерді каналымнан таба аласыздар. Алдын ала рахмет. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.